Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарып ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Әділ болу дегеніміз балалар қалай түсінесіңдер? Барлығына бірдей қарау. Шындықты айту және Барлығына үдеу қарау, тағы да шындықты айту, тағы жауапкершілікті болу. Жауапкершілікті болу дейсің. Рахмат, сенің ойыңша? Қандай деп ойлайсың? Мысалы, тапсырса, Мен өзіме жауапкершілікпен қараймын, себебі ол менің борышым. Әр істі соңына дейін аяқтау. Тастап кетпей ортасына. егер сен, яғни бір істі жасағансыз жауапкершілікпен ойламасаң, яғни қасындағы адамдар, яғни тапсырған адам, үлкен кісілер ма, қандай адам болсын, ол несе сенімнен шығып кетуі мүмкін, иә? Сенімнен шығып кетеді. Сосын келесіде ол сендерге тапсырманы жауапкершілікпен орындамай деген үнмен болып қалып қалады басқа адамдар. Келесі, егер әділетсіздік көрсем, мен не істейсіздер? Барынша көмек қолымды созып, оны тоқтатуға тырысамын. Тырысасың. Тағы да? Әділетсіз екенін жеткіземін. Әділетсіз екенін айтамын. Әділетсіз екенін айта аласың ба бетіне? Не болады? Мысалы, нәтижеде сыныпта Балжан мен Баймырзаның алдында қандай да бір, мысалы, менің тарапынан болсын, или сыныптағы басқа баланың тарапынан болсын, әділетсіздік көрсең, маған ескертіп айтасың ба? Жеткізу керек, иә? Бәріміз ойымызды нақты созбай әділ шешуге тырысуымыз керек. Әділ адамдар мен қандай тез комментінде тапсырманы орындаймыз. Жылдан уақыт шектеулі, мұқият дұрыс жауап береміз, иә? Мына жерде дискрипті туралы ескерте кетейін, алдарыңа сендердің бағалы критерийін тапсырған болатын. Соған алған балыңызды жазып отырамыз. Сабақтың соңында біз бағалымызды шығарып Қатыгездігін кірдік па? Он сұрақты тез етеміз. Барлығымыз кіре алдық па? Я сені оқымай мен бағанан бермей айтпайсың ба соны? Ектіп өзі кімен Баймырзамен бірігіп жүрсеңдер онда. Рахман партаны үстіне шығарып жасады. Солдан да тұрамыз. Оқалып па тез етеміз? Әдемі? Болды барлығы дұрыс екен. Яғни оның балын жазын. Барлығымыз болдық па? Баймырза болдың ба? Жарайсың. Болдық па балалар? Яғни аяқтасақ, енді бері қарайық. Алдыңғы сабақта жаңа бізді тест тапсырмасында қандай тақырып болып еді? Қан, не туралы тест тапсырмасында сендер? Қан топтары, иә? Қан топтары резус фактор болады. Енді бізде қанша қан тобы бар екен? 4 қан тобы бар. Енді әмбебап донор дегеніміз не? Әмбебап донор. Донорға кімді айтамыз? Балалар жеке-жеке қолымызды көтеріп айтары. Қан алатын адам. Қан беретін адамды донор деп айтайық дейміз. Так, әмбебап донор дегеніміз не? Қан алатын. Жоқ,
бірінші топ? Бірінші топ. Себебі неге бірінші топты айтамыз? Себебі ол бәрі Себебі бірінші топтағы қан тобы бар ғой, барлық төртінші топқа да, екінші топқа да, үшінші топқа да бере алады. Барлығына береді. Сондықтан өте жақсы. Енді бізде әмбе бар, реципиент деген бар. Ол не? Жаңағы сұрақта болды. Қанды қабылдайтын Өте жақсы қабылдайтын адам, бірақ оған неге реципиент деп атайды? Неге реципиент қабылдайды? Әмбе бар реципиент деп неге атайды? Себебі донор жаңа барлық топқа бірінші топтың қанын берді ғой. Енді реципиент не істейді? Барлық топтың қанын өзіне қабылдайды екен, иә? Өте жақсы. Ресурс фактор туралы не білесіз? Ресурс фактор жаңа сұрақта болды. Не ол ресурс фактор деген? Қанша адамда бар бізде ресурс фактор? Қандай зат ол ресурс фактор? 85% адамдарда бар. Бар ма, жоқ па? Бар. Жоқ, 99-да ресурс фактор бар. Дұрыс. Барлығының несі ой жауап берді. Ондай адамдарда оның ресурс факторы бар. Жоқ та? Жоқтарда теріс ресурс. Жарайды, енді ары қарай жалғастыра берейік. Балалар, мына жерде бізде сурет көрсетіп тұр. Қарасаңдар, жадылық серуен әдісі. Мына жерде қандай суретті не көріп тұрсыңдар? Ұлу, тағы не бар? Шұбалжан, шаян, және жүйек, қантағы. Енді бұл сабақ қандай болады? Жануарлардың десек болады. Тағы жүрек қан тамырларының несі туралы өтеміз? Қасиеті ма? Құрылысы. Жүйесімен тағы несі? Қызметі. Яғни балалар бүгінгі тақырып бізде сонда ұлылардың, шұбалшанның, шаянның және омыртқалардың жүрегі, немесе жануарлар деп айтсақ болады, жүрегі және қан тамырларының құрылысы және қызметі тақырып. Енді осы тақырып бойынша біз қандай мақсат бүгін сабаққа шығарсақ болады? Қандай мақсат қоя аламыз? Жануарлардың жүрегі мен қан тамырларын зерттейміз. Жануарлардың жүрек қан тамырларының құрылысын анықтаймыз. Тағы қандай не істесек болады? Жануарлардың жүрегі мен қан тамырларының жұмысын зерттейміз. Құрылысын не істей аламыз бұл жерде? Құрылысы мен қызметін сипаттаймыз қазір. Сосын не істейміз? Бір-бірімен жаңағы жануарларды бір-бірімен не істейміз қазір? Салыстырып көреміз. Қан айналымы, жүрегі қандай болатынын салыстырып көреміз. Енді балалар, әжеде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, мақсаты анықталса, мына жерде дәптерді ашамыз да бүгінгі күнді тақырыпты жазып аламыз. Құрттардың, ұлттық құстардың, ұлулардың, жұрнаяқтардың және омыртқалардың жүрегі және қан тамырларының құрылысы жазып аламыз. Балалар жаза берейік, мен келесі сені қоса берейін, уақыт өтіп кетпес үшін. Баршаңызға сәлем құрметті достар, сіздермен қазбек каналымыз. Оны зерттейді. Қан тамырлар. Адам ағзасында екі түрлі қан тамыры бар, артерия және вена қан тамырлары. Артерия қан тамыры бұл артериал қанды алып жүретін қан тамырлар. Оның құрамында азықтық заттар, кислород, және басқа да қанның құрамалы элементтер болады. Артерия қан тамыры үлкен жүректен басталып, жүректің аорта болып басталады, яғни аорта ең үлкен қан тамыр. Оның қысымы да өзінің жарасы үлкен болады. Оның жалғасы үлкен, орташа кіші артериялар, оның жалғасы артериялар. Одан кейін бізде артериолалар басталады. Бұл атаулар қан тамырларының диаметрінің кішіреюіне байланысты қойылған. Артериолалардың жалғасы капиллярлар. Капиллярлар бұл адам шашынан да өте жіңішке қан тамырлар. Капилляр қан тамырларының қабырғасынан жасушаларға азықтық заттар, кислород және тағы басқа заттар жасушаларға өтіп отырады. Ал жасушалардан болса аталмазут соң өнімдері, көмірқышқыл газы және басқа заттар капиллярлар қан қабырғасы арқылы капиллярға түсіп, капиллярдың жалғасы венулаларға айналады.
вена қан тамырына айналады. Вена қан тамыры веналық қанды алып ішеді. Веналық қанның артериялық қаннан ерекшелігі оның түсінде. Яғни веналық қанның түсі толығымен қызыл түсте болады. Ал артериялық қан болса ақшыл қызыл түсте болады. Қою қызыл түсте болуы бұл қанның құрамында көмірқышқыл газдың болуы. Вена қан тамыры жасушалардан шыққан соңғы тамырсыз өнімдерін арнайы органдарға апарады, яғни бөліп шығару. Онда бүйрекке, теріге, өкпеге, бауырға апарады. Осылай жасушалардан шыққан соңғы тамырсыз өнімдер бөліп шығару органдарына апарылып, сыртқа шығарылып жіберіледі. Соңында вена жүрекке барып, жүректен қайтадан артериялық қан тасталып, ол жерде кислородқа тойылған қан қайтадан тіндерге тасымалданып тұрады. Артерия мен вена қан тамырларының ерекшелігі вена қан тамырларында арнайы клапандар болады. Яғни вена қан тамыры бізде қанды жүрекке апарушы қан тамыры. Сол үшін олда арнайы клапандар орналасқан, қанның еркін жүрекке қарай тасымалдасын қамтамасыз ету үшін. Қан тамырларының үш қабаты бар. Ішкі эндотелий, ортаңғы бұлшықеттік, сыртқы дәнекер қабаттар. Бұл қабаттар қан тамырды қорғап, оның эластиктігін, яғни тонусын сақтау үшін жұмыс жасайды. Яғни қан тамырлардың бұлшықеттік қабаты қан тамырлардың шиырылып қозғалысын қамтамасыз етіп отырады. Жүректің үлкен және кіші қан айналым шеңберлері, жүрек туралы біз видео. Енді балалар мына жерде көріп алдық, иә, қан тамырлар туралы айтып кетті. Бізде қанша қан тамыры бар екен? 3 қан тамыры. Қандай тамырлар туралы? Артерия, вена және капилляр тамырларын айтып кетті. Капилляр ол адамның шашынан өте жіңішке болып келеді. Яғни балалар қазір бұл кен туралы біз жұмыстар жасаймыз, иә. Енді мен келесі сіздерге не туралы айтылмады бізде қазір? Қазір не туралы айттық? Тек тамыр туралы айтты, иә, қан тамырлар туралы айтты. Енді бізде не айтылмайды? Жүрек туралы. Жүрек туралы айтылмайды, иә? Иә. Енді мен сендерге қазір жүрек туралы жүрек бізде дәл орта орналасқандықтан, кеуде қуысына орналасқандықтан бұл оң жаққа және сол жаққа бөлінеді. Яғни адамның жүрегіне тоқталатын болсақ, бізде оң жақ 4 қуыстан тұрады. Ол жоғары жақ оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша, сол жақ жүрекше және сол жақ қарыншадан тұрады. Енді бізде бұл жерде артерия, жаңа айтып кеттік қой, тамырларды, яғни жүректен қанды алып шығатын қан тамырын айтамыз. Яғни оны айтып отырып, 3 қабаттан тұрады негізгі. Ол 3 қабаттың газ алмасу процесі жүреді. Яғни диффузды түрде газ алмасу процесі жүреді, қоректік заттарды ағзаға өткізу жүреді. Ал ағзадағы көмірқышқыл газы керісінше ол оттекті қабылдаса, көмірқышқыл газы қайтадан өткізеді. Сондай сияқты процесті жүру үшін оның қабырғасы жұқа эпителий қабатынан тұрады екен. Капиллярдан кейін бізде балалар өтетін тамыр, қарай вена тамыры. Вена тамыры ол жүрекке қанды әкеліп құятын тамырды біз айтады екенбіз. Енді балалар келесі сабақта біз негізі өтеміз үлкен қан айналым шеңбері және кіші қан айналым шеңбері. Енді үлкен қан айналым шеңбері балалар, осы жерде бізде үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталады да оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Ал кіші қан айналым шеңбері оң жақ жүрекшеден қарыншадан басталып, сол жақ жүрекшеге келіп құяды екен. Яғни осындай процесс, оны келесі сабақта толықтай тоқталатын боламыз. Енді ақпарат алдық ба? Түсінікті болды ма? Енді қазір топтық жұмыс жасайық. Топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмысқа топтық жұмысқа мына жерде текстті кім? Балалар білеміз ол постадан сөйлем болмау керек. Сөз болса болады, сурет, кесте, диаграмма, шығарып айтып жатады, бірақ көп сөйлем жазуға болмайды. Сөз ғана қолдансақ болады. Жылдамдатамыз.
аяқтауға тырысамыз. Өйткені бізде әлі тапсырмалар бар. Уақыт
Адина, барлық жұмыс істеп жатыр ма? Қадағалау керек емес. Балалар болдық па? Бір үшінші топ болдық дейді. Дайын ба? Бір дайын екен. Екінші топ дайынбыз ба? Дайын. Онда балалар бері қараймыз. Жас. Бері қараймыз. Бірден ескертейін, иә? Мына жерде қазір топтар бір-бірін қорғайды. Сондықтан қалған екі топ не істеуіміз керек? Бір-бірімізді бағалауымыз қажет. Ол қалай бағалау? Екі дұрыс сәтті ұсыныс айтамыз, жақсы айтылған жақтарын айтамыз. Бір кемшіліктер болып жатса, кемшіліктер ма, ұсынымсыз айтасыңдар ма, мен бетер едім деген сияқты өздерінің ұсыныстарына айтып кетсеңдер болады. Сондықтан не істеуіміз керек? Топтарды мұқият тыңдауымыз қажет екен. Келе ғой. Сендерден кім? Алина сен ғой. Келе ғой. Яғни көрсетіп, мұқиятымен қараңыздар. Бері қарай. Мына мына жерде бізде ұлудың жүрекшесінің құрылуы берілген. Мына суретте, иә. Мына суретте бізде жүрекше қаншасы, ал мына жерде жүрекше. Және тамырлары, қан тамырлары берілген. Келесі бізде шұбалшан. Кім айтып жатсың? Қазір? Ұлудікін, аха. Енді келесі бізде шұбалшан. Мына жерде шұбалшанның ол құрылысы. Мына жерде жұтқыншақ, өнеш, жемсу және қарын. Жемсу ма, жемсау ма? Жемсу. Және мына жерде ауыз, жүрек және ішек, мына жерде екі ішегі берілген. Ал бізге берілген тақырып ұлу мен шұбалшанның қан айналым жүйесі. Ұлу қан айналым жүйесі ашық, шұбалшандығы жабық қан айналымы. Ал жануарлар ұлу мен буынаяқтылар қан айналымы жүйесі жүрек пен тамырлардан тұрады. Және шұбалшанның жүйесі сегменттерден тұрады. Балалар, барлығы түсінікті ма? Не туралы айтылды, не айтылмай қалды? Сендер өздерің айтып кетсеңдер, ойларын екінші топ. Тыңдадың ба мұқият? Не туралы айтылды? Барлығын осы айтты ма? Ашты ма? Тоқталды ма? Салыстырды ма? Қалай қан тамырларын айтқан кезде ашық және жабық деп айтты. Ол не ол ашық жабық деген? Қан айналым жүйесі. Ұсыныстарымызды өзіміз айту керек еді ма? Енді сендерде айтатын сұрақтарың бар ма? Сендер жақсы барлығын түсінікті ма? Барлығын айтты ма? Неден түсініп отырмыз? Түсінікті ма барлығы? Мына мен құсайтын мысалы салыстырған кезде сендерде де болады. Яғни үш топ айтып болсын, сосын қосайын, иә мен? Аха, екінші топ. Дайынбыз ғой, иә? Қасиет, сен шығасың. Бізге берген тапсырма шаян мен бақаны салыстыру. Бізде жүрек құрылысы, бізде шаян омыртқасы және бақа омыртқалы. Шаян ашық қан айналымы, ал бақада жабық қан айналымы. Бізде шаянның жүрегі қанат тәрізді болып келеді, ал біздің бақаның жүрегі үш бөлімнен тұрады. Екі жүрекше, бір қарынша және екі шеңбер болады. Бізде мынау бақаның жүрегі, мынау өкпесі болып келеді. Мынау кішкентай қан айналым шеңбері. Үлкен қан айналым шеңбері. Шаян бізде жүрекшесі, мынау қан тамырлары. Мұқият тыңдадық па? Не ұсыныс айтамыз, не
Иә? Қысқаша нақты. Жүрегі туралы қанша қос екенін айтты ма? Иә. Қорытындылай кеткенде бізде бақаның жүрегі қан айналымы шаянға қарағанда күрделі және толық болып келеді. Барлығы айтты ма? Иә. Жарайсың, отыра қойыңдар. Әркімнің ойы құнды, қазір толықтырамыз. Келді ғой. Айзере жазылды ма? Бізге берген тақырып құс пен балықтың жүрегінің құрылысы. Балалар Құс жүрегі 4 камера болады, балықтың жүрегі 2 камера болады. Құстың 4 қуысы болады, 2 жүрекше, 2 қарынша. Құс қан айналымы жүйесі 2 шеңбері қан айналымы. Балықтығы яғни, Айзере, мына жерде біз не үшін постерді саламыз, яғни басқа топтарға көрсету үшін, яғни бізге ол шпаргалка емес, оқымауымыз керек. Яғни термин сөздерді бір сөйлеміне жаз деп бағана ескерткен болатын, оны оқып тұру үшін емес. Жақсы. Құстығы қандай, жүрегі қандай деді? 4 камера десек, егер қуыс деп айтсақ та болады, 4 қуысты. Тағы? Балықтікі қанша қуысты? 2 қуысты дедім, ол қандай деді 2 қуысты болса неден тұрады? 1 жүрекше, 1 қарынша. 1 жүрекше, 1 қарынша. Ал қан айналымдарда қандай өзгешелік айтты? Қан айналымда өзгешелік бар ма? Ашық, тұйық, қайсысы? Ашық па? Айтып кетті ба, Айзере, не туралы? Сен де талдадыңдар ғой жаңа. Топтікі. Екеуінің қан айналым шеңбері, қан айналымы ашық па, тұйық па? Қан тамырлары. Балалар қарасаңдар суретті көрсетіп тұр ғой. Қандай ажатар? Ашықтаймен. Тұйық қан айналым жүйесі қан тамырларының. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Неқтар, бар ма қосатындарың, или сұрақтарың, жақсы жағынан айтқандар бар ма, түсінікті ма, или мен мынандай қосатын деген бар ма сізде? Жоқ па? Неге үндемей отырмыз? Отыра қойыңдар. Енді балалар мына жерде сендер жасап жатырсыңдар ғой. Мына жерде әрқайсының жүрегін сендер сипаттап кетулерің керек болатын, кейбіреулерің просто жүрегі деп айтып кетіп жатсыңдар. Ол қай жерде орналасқан, қалай орналасқан, қанша қуыс екенін нақты тоқталу керек болады. Содан кейін ашық қан айналым, тұйық қан айналым шеңбері деп алдыңғы сабақта, осы сабақта қарастырып отыр. Ашық қан айналым жүйесі деген не? Ол жүрегі, қан тамырлары болады да, бірақ денесі істейді. Ал тұйық қан айналым жүйесі қалай? Ол тек қана тамыр бойымен ғана бір бағытта не істейді? Айналып жүреді екен. Осыны айтып кету керек нақтылапшы. Қайсысы мысалы балықта 2 қуысты, 1 жүрекше тұрады. Одан кейін кімді айтты? Құсты айтты. Құсты 4 қуысты, 2 жүрекше, 2 қарыншадан тұрады деп. Мына жерде макетті қарап сол керек болса соны алып айтып түсіндірсеңдер де болатын еді. Мияқта сіздерде не ұлу беріп тұр. Екеуі 2 түрлі жаңа қан айналымы. Ашық, біреуінде тұйық болып тұр, иә? Жүректері қандай? Мысалы, шұғалшаның жүрегі қай жағында орналасқан? Ода жүрек бола ма? Иә. Жүрек болмайды оларда. Олар жүректің қызметін қарасаңдар балалар. Не істеп тұр? Шұғалшаның бас жағындағы алдыңғы үлкен сақиналы тамырлар атқарып тұр. Яғни сол бойынша бізде жүректің қызметін атқарады да, бұл тұйық қан айналым жүйесіне жатып тұр. Ал ұлуда ашық қан айналым жүйесі. Яғни әрбір бақада бізде қандай екен? Тұйық па, ашық па? Тұйық. Жүрегі қандай қуысты олардың? Қанша қуысты? 3 қуысты. 2 қарыншадан тұрады. Жанында кім? Шаян қандай? Шаяндікі ашық қан айналым жүйесі. Ашық қан айналым жүйесі, жүрегі жоғары. негізі бірнеше жүректе тұрады, бес неден тұрады. Енді әрі қарай балалар келесі тапсырмаға көшейік. Мына жерде мен сендерге не көрсетейін деп тұрмын, қазір осыған қатысты тапсырмалар. Бағалау критерийіне балдарымызды қойдық па жұмыс істеген бойынша? Әділ өзімізді бағалап отырамыз. Енді мына жерде қарап отырсаңдар, жүректе қараңыз, балалар. Бері қарайсыз. Мынау кімнің жүрегі деп ойлаймыз? Bir жүрекше, bir қарыншадан тұрып тұр. Балықтығы айқын жарайсын. Келесі бізде жүрегі қандай өзгешілік көріп тұр мынаяқтан?
мына 4 жүректің арасында өзгешелік бар ма? Қандай өзгешелік? ортасында не ашылған? Яғни қарынша, бірақ қарыншадан тұр, иә, мына бөлініп тұр. Енді сонда екі жүрекше бір қарынша бізде кімде? Кімде де болады? Бағада болады, яғни қос мекенділерде. Жоқ, келесі бізде қандай өзгешелік бар мынаумен? Екі жүрекше, екі қарынша. Қандай өзгешелік? Қандай өзгешелік бар? Пішіндері де басқаша, иә. Қандай? Мына жерде қараңдаршы, мына жерде бізде жартылай перзенті көрінер ма? Мынада бізде қол болса, мынада жартылай тұр. Яғни бізде бұл кімге жатады? Жорғалаушыларға жатады. Екі жүрекше қарыншасы ортасынан жартылай бөлінген. Келесі бізде мына екеуі бірдей. Көрдіңіз бе? Айырмашылық бар ма? Жоқ. Бар ма, жоқ па? Жоқ, иә. Екеуі бірдей, яғни бұл біріншісі құстардікі деп айтсақ болады, екіншісі бұл сүт бөлектілер, иә. Яғни бұл жүректе 4 қуысы екі жүрекше, екі қарыншадан тұр. Енді түсінікті болса, балалар мына жерде бізде сурет тұр. Кім қай жануарды айтып кетейікші осы жерде? Бірінші қолымызды көтереміз, айқын жауап берді, өзіңе не қоясың? Бал қоясың. Балықтікі. Келесі бізде кімдікі? Деп ойлайсың, балықтікі. Кімнің жүрегі деп ойлайсың? Балықтікі айтылды. Қандай жүрекке ұқсап тұр? Біз жүректі талдап шықтық қой. Кімдікі ұқсап тұр? Тез жылдам. Жорғалаушылардікі. Келесі мынау кімдікіне ұқсайды? Яғни сүтқоректілік бұл жерде сүтқоректілердікі өте дұрыс, айқынға уже 2 балл кетті бізде. Мына бізде кімдікі деп айтылды? Балжан жауап берді. Өзімізге балымызды жазып қоямыз критерийге. Енді балалар әрі қарай бізде мынандай тапсырма бар. Тез сәйкестендіреміз. Сәйкестендіру тапсырмасы. Мен мына жерде 3 оқушыға 3 түрлі тапсырма беріп тұр, қалған оқушылар осыны орындаймыз. Азамат, қақта бізде Азамат, Өңкей, Айша, мына тапсырманы өзі жеке, месіндерге ссылкасын жібердім. Айнұр, міне, мына тапсырманы орындаймыз дейсіз. Содан. Қалғанымыз мына тапсырманы орындаймыз. Тек содан жазамыз. Яғни бағалау критерийіне балалар, балды ұмытпаймыз, өткен сабақтың соңында мен бағалауға керек. Жылдамдатамыз. Тез белгілейтін тапсырма болған. Мен яқтан ақша салайыншы балалар. Тұра тұрыңдар. Мен яқтан ашайын. Орындай бердіңдер, менде экраннан ашылмай жатыр. Мейлі орындай бердіңдер, когда экраннан ашылмай жатыр. Так, кіріп бар. Қайнеке? Сәйкестендіріңіздер, барлығы дұрыс бар. Яғни бұл жерде тапсырма не туралы болып тұр? Қан тамырлардың қызметтері, берілді. Яғни соны 3 тамырға біз не істеуіміз керек? Сәйкестендіріп жасауымыз қажет. Онда қанша бал алдың? Дұрыс па барлығы? Оны жақсы. Бағалап қоямыз, тез. Бағалауды ұмытпайықшы. Бағалауды ұмытпаймыз, балалар. Тездетеміз. Уақыт бітті. Енді балалар. Жаза саламыз. Екі адамға бесеуді тұтап, қандай балаларды көп қоясыз мінекей. Екі адам жұрттық тапсырма алу. Сен не қойып жасасақ? Сен үшеуін біріп жасасаңдар болады. Тез орындай берсе бітті ғой, орындай берсе.
балдарыңызды өздері жазып қойыңдар. Мына бірге ойланыңдар. Айша бітті ме тапсырмаңыз? Деңгей тапсырма. Қанша барлығы өздеріңе сен? Өте жақсы. Бізде Айдын сен тапсырмаңыз. Оқып жіберейікші кетті. Бұл жерде бізде ашық қан айналым және жабық қан айналым берілген. Қан қозғалысының жылдамдығы бұл жерде ашық қан айналымында баяу, ал жабық қан айналымында жылдам. Және қан қысымы ашық қан айналымында төмен, ал жабық қан айналымында жоғары. Ал қай жануарларда болады? 10 аяқтылар және шаяндар. Ал жабық қан айналымында омыртқалылар және сақиналы құрттарда. Артықшылықтары: ашық қан айналымында энергия аз жұмсайды, ал жабық қан айналымында қан ағысын реттейді. Кемшіліктері: ашық қан айналымында қан ағысын реттеу қиын, ал жабық қан айналымында энергияны көп жұмсайды. Өте жақсы орындалған. Өзіне бір балды қоса қойып. Мына азамат сенде тапсырма өзің оқи салшы, тез жылдам жатамыз. Бірінші не беріп тұр сенде? Бұлтық құрт, иә? Бұлтық құртты айтып кетеді. Жүрек саны қанша? 5 жүрек жабық. Жабық екен. Олардың жүрек саны 1 жүрек және 2 бұлт болады. Айналымның жүрекші ашық. Шаян және жәндіктер болса, оларда бірақ қана ақа жүрек болады екен. Оларда айналымы ашық айналым. Омыртқалар. Оларда неге жатады? Балық, қол, бір жүрек, бірақ жүрек болса қаншадан тұрады? Қаншадан? 2 ма? Қанша? 4 қуыстан тұрады. 2 жүрекше, 2 қарыншадан. айналым жүйесі Балалар, келесі пиза тапсырмаларды бітсеңдер, орнына ат жөнделерін жазыңдар да, сонымен партаның ішінде қала берсінен өзім қарап шығамын. Балалар, егер тапсырма бізде эссе неліктен кейбір жануарларда ашық қан айналым жүйесі, кейбіреулерінде жабық жүйе дамыған 10-15 сөйлем тұратын эссе жазып береміз деген. Түсінікті ғой? Айнұрда түсінікті ма? Енді бүгінгі сабақ бойынша рефлексия жасайықшы. Тез келіңдер. Соңғы тапсырманы орындап үлгердіңдер ме? Жарайсыңдар. Қойыңдар да келіп рефлексия жасап қойдық. Келіңдер. Сабақты түсіндім, сұрақтарым бар болса, сұрақтарымды айтып кетесіңдер. Түсінбедім болса, мүлдем түсінбедім болса, түсінбедім басып кетеміз. Ауызша айтып кетелікші. Бүгінгі сабақта сабақ тақырыбы өте құнды, терең болды және түсінікті болды. Түсінікті. Бүгінгі сабақтың мақсатына жете алдық па? Жүрек құрылысы мен қызметін білдік па? Қан айналымдарды, жануарлардың салыстыра алдық па? Салыстыра алдық. Ақпараттар мақсатқа жетіп па сонда? Өте жақсы. Ал енді сұрақтарың бар ма іште? Бүгінгі сабақта сұрақ бар ма? Кімді сұрақтар? Түсінбеген оқушы бар ма? Өте жақсы. Осында.